Сәлеметсіз бе? Менің атым Мейірхан Жанапин, мен флебол дәрігермін. Бұл видеода мен ісінуді қалай тез жоюға болатынын, оны шын мәнінде жедел түрде жасау мүмкін бе? Сондай-ақ олардың пайда болу себептерін, тіпті сіз ойламаған факторларды да түсіндіремін. Видеоның соңына дейін көріңіз, өйткені соңында мен ісінуден құтылуға кепілдік беретін маңызды ұсыныстарды беремін. Ісіну аяқтың, тобықтың және табанның көлемінің ұлғаюы. Бұл кезде теріде шұлықтың резеңкесінен немесе саусақпен басқан кезде іздер ұзақ уақыт кетпей тұрып қалады. Егер ісіну кейде ғана пайда болса, мысалы көп сұйықтық ішкеннен, тұзды тамақ жегеннен, алыс сапарлардан кейін байқалса, онда бұл әдетте ауыр патологияның белгісі емес. Алайда егер ісіну тұрақты түрде қайталанса, бұл жағдайда ерекше назар аудару қажет. Ісінудің ең жиі кездесетін себебі лимфовеноздық жеткіліксіздік. Маңыздысы, ісіну тек қана веналық аурулардан емес, дені сау адамдарда да болуы мүмкін. Бұл жағдай функционалдық веноздық жеткіліксіздік деп аталады. Бұл қалай жұмыс істейді? Қалыпты жағдайда біздің веналарымыз бен лимфа жүйеміз бұлшықеттердің жиырылуы мен буындардың қозғалысы арқылы жұмыс істейді. Бұлшықеттер жиырылған кезде олар веналарды қысып, қанның жүрекке қарай көтерілуіне көмектеседі. Алайда қазіргі заманда адамдар аз қозғалады. Жұмысы көбінесе отырып жасалады. Бұл қанның аяқтың төменгі бөлігінде тұрып қалуына және нәтижесінде ісінудің пайда болуына алып келеді. Егер ісінуді елемесеңіз, уақыт өте келе аяқтың терісінің солып, қоректенуі бұзылады. Алғашқы кезеңдерде ісіну уақытша болады және аздап жүру немесе демалғаннан кейін өтеді. Бірақ емделмеген жағдайда тері құрғап, қарайып, қатайып, ал тері асты май қабаты өзгеріске ұшырайды. Лимфа жүйесінің ұзақ уақыттық шамадан тыс жүктемесі лимфедемаға келуі мүмкін. Бұл кезде ісіну созылмалы болады. Ауыр жағдайларда терінің тіпті кішігірім жарақаттары немесе қасу дерматитке қабынуға немесе рожистік қабынуға келуі мүмкін. Бұл кезде аяқ кенеттен үлкейеді, қызарады, тығыздалады, дене қызуы көтеріледі. Осындай қабынудан кейін ісінуден арылу өте қиын болады. Қауіпсіз және қауіпсіз ісінуді қалай ажыратуға болады? Сирек және симметриялы. Егер ісіну сирек кездессе, екі аяқта бірдей пайда болып, демалғаннан кейін кетсе, алаңдауға негіз жоқ. Кенеттен пайда болуы және орналасуы. Егер ісіну кенеттен бірнеше минут немесе сағат ішінде пайда болып, тек бір аяқта байқалса, бұл өте қауіпті белгі. Қосымша ауырсыну. Егер ісіну бұлшықет ауырсынумен бірге жүрсе, дереу дәрігерге қаралып, венаның ультрадыбыстық зерттеуінен өту қажет. Лимфа сарғышты сұйықтық. Ол жұқа лимфа тамырлары арқылы айналып, ағзадағы қалдықтарды, токсиндерді, вирустар мен бактерияларды шығарады. Лимфатиялық ісінудің түрлері. Біріншілікті лимфедема немесе туа біткен. Бұл лимфа жүйесінің табиғи ақауларының салдарынан пайда болатын ісіну. Ол аяқ қолдардың деформациясына әкелуі мүмкін. Екіншілікті лимфедема ол жүре пайда болған жарақаттардан, операциялардың салдарынан. Мысалы, онкология кезінде лимфа түйіндерін алып тастаудан, күйіктер немесе қайталанатын қабынулардан, мысалға рожистік қабынуда дамиды. Енді веноздық ісінуге көшейік. Қалыпты жағдайда қан веналар арқылы жүрекке көтеріледі. Бұл бұлшықеттердің қозғалысы мен веноздық клапандардың жұмысының арқасында жүзеге асады. Клапандар қанның кері ағуына жол бермейді. Алайда веноздық кеңею кезінде клапандар әлсірейді. Қан төменге қайта ағып, аяқтың төменгі бөлігінде жиналады. Бұл веноздық жеткіліксіздікке тері мен тері асты майдың өзгеруіне алып келеді. Алғашқы кезеңдерде ауру білінбеуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе ауырлық, шаршау және ісіну сияқты белгілер пайда болады. Тромбоз кезіндегі ісіну қандай? Тромб қан ұйындысы. Ол қан ағымын бұғаттап, төменгі бөліктерге қанның жиналуына алып келеді. Кенеттен және жылдам күшейетін ісіну. Тері түсінің көгеруі, бұлшықеттердің ауырсынуы. Егер тромбозды елемесеңіз, бұл өлімге әкелуі мүмкін. Қан ұйындысы, тромб бөлініп, өкпе артериясына түссе, өкпе эмболиясын тудыруы мүмкін. Аяқты жоғары ұстаңыз. Жұмыста аяқ астына тіреуіш қойыңыз. Ал үйде аяқтарыңызды қабырғаға немесе диванның арқаларына көтеріп қойыңыз. Жаттығулар жасаңыз. Табан мен жоғары төмен қимылдау, айналдыру, өкшеден аяқтың ұшына ауысу әр сағат сайын 1 минут жеткілікті. Компрессиялық шұлықтар мен гольфтер киіңіз. Спортпен айналысыңыз. Жүзу, велосипед, скандинавиялық жүру, шаңғы, эллипстік тренажерлар. Тромбоз кезінде дәрігердің нұсқаулығын қатаң орындаңыз. Компрессиялық трикотаж киіңіз. Қан сұйылтатын дәрілерді ішіңіз. Егер себеп варикоз болса, лазерлік операция қан айналымын қалпына келтіруге көмектеседі. Сондай-ақ менің командам дайындаған тегін тесттен өте аласыз. Ол сізге дәрігерге бару қажеттігін анықтауға көмектеседі. Сілтемеге өтіп, ыңғайлы мессенджерді, WhatsApp немесе Telegram таңдаңыз, батырманы басып, нұсқаулықты орындаңыз. Тесттен кейін сізді арнайы сыйлық күтіп тұр. Лайк басып жазылыңыз, пайдалы видеоларды жіберіп алмаңыз.